Үшінші видеода біз баламалар деп аталатын бір өте маңызды, қызықты әрі оңай концепция туралы айтамыз. Баламалар немесе ағылшынша трейд-офф дегеніміз не? Біз таңдау жасаған кезде кейбір басқа нәрселерден бас тартуымызға тура келетінін айттық. Сол бас тартылған барлық нәрселерді трейд-офф деп атаймыз, яғни қазақша баламалар деп атаймыз. Әлі де бірінші, екінші видеоны қарамаған болсаңыз, соларды қарауға кеңес беремін. Енді менің не айтқым келген, мына сурет өте жақсы түсіндіреді. Суретте сары есікке кіруді таңдасаңыз, онда ақ есікке кіру мүмкіндігінен бас тартуға тура келеді. Яғни қалған ақ есіктердің бәрін біз баламалар немесе трейд-офф деп атаймыз. Мысалы, қазір осы видеоны көруді таңдаған кезде, осы таңдаудың трейд-оффтары қандай? Сіз осы видеоны көруді таңдау арқылы сіз жоғарыдағылардың бәрінен бас тарттыңыз. Сүйкімді мысықтардың видеосын қарау, достарыңмен әңгімелесу, Инстаграм қарау, ұйықтау, осы видеоны қарау, осындай өте көптеген таңдаулардың ішінен, мысалы, сіз бір таңдауды жасадыңыз, және қалған жасалмаған таңдаудың барлығын біз экономикада баламалар деп атаймыз. Енді мына мысалдарға қарап, бұның экономикаға не қатысы бар деп ойлауға болады, бірақ келесі сабақтардан экономикада бұл не үшін керек екенін бірге көретін боламыз.